Сәлеметсіздер ме оқушылар? 3-ші тоқсанның әдебиет сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлы «Адамдық диқаншысы» өлеңі. Сабақтың оқу мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау, эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау. Балалар, Ахмет Байтұрсынұлы Қазақстанның, яғни қазіргі қазақ жерінің Қостанай облысы Жангелді ауданы Сартүбек ауылында 1873 жылы дүниеге келген. Ал 1938 жылы немесе кейбір деректерде 1937 жылы ату жазасына кесіледі. Енді Ахмет Байтұрсынов кім деген сұраққа жауап берейік. Ахмет Байтұрсынов ұлт ұстазы, қазақ тіл білімінің, қазақ әдебиеті теориясының негізін салушы. Яғни біздің барлық оқып жүрген қазақ тілінің теориясы, оның жүйесі, құрылымы, қазақ әдебиетінің теориясы, осының барлығының негізін салушы ғалым екен. Оған қоса Ахмет Байтұрсынов түркітанушы, аудармашы, яғни ол Крыловтың көптеген мысалдарын аударады. Крыловтан аударған мысалдарының негізінде жазылған 40 мысал атты жинағы 1909 жылы Петербург қаласынан жарық көреді. Бұған қоса Александр Пушкиннің «Балықшы мен балық», «Алтын әтеш», «Ат», «Данышпан Аликтің ажалы» сияқты шығармаларын қазақ тіліне аударып, қазақ тілінде сөйлетеді. Ақын, яғни оның көптеген өлеңдері бар. Алаш партиясының көсемі. 20 ғасырдың басында қазақ тарихында ең бір керемет рөл атқарған Алаш партиясының құрамында болып, оның көсемдерінің бірі болған екен. Және қазақ әліппесін жасаушы, яғни қазіргі біздің алфавитімізді жасаушы реформатор екен. Мінекей, Ахмет Байтұрсынов кім деген сұраққа біз осылай жауап береміз. Мына материалды дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Ахмет Байтұрсыновтың негізгі еңбектері: 1909 жыл 40 мысал жинағы. Бұл жинақта Ахмет Байтұрсыновтың орыс ақыны Крыловтан аударған мысалдары топтастырылған екен. 1911 жыл Маса өлеңдер жинағы. Яғни Ахмет Байтұрсыновтың көптеген өлеңдері осы Маса деген атпен жарық көрген екен. Маса болып халқын ызыңдап оятуға тырысқан ақын деген атпен халық арасында кеңінен тараған. 1924 жыл тіл құрал атты оқу құралы жарық көреді. 1926 жыл әдебиет теориясына қатысты әдебиет танытқыш атты кітабы жарық көреді екен. Мінекей осы еңбектердің атаулары мен жылдарын дәптерлеріңізге жазып, жаттап алыңыздар. Ахмет Байтұрсынов мысал жанрының негізін салушы дейміз. Яғни ол мысалшы. Мысал дегеніміз қысқа, астарлы тәрбиелік мәні бар өлең немесе әңгіме. Яғни мысалдың мынадай ерекшеліктері бар. Мысал қара сөзбен де, өлең сөзбен де жазыла береді. Және екіншіден, мысалдың кейіпкерлері адамның тілінде сөйлейтін жануарлар немесе өсімдіктер болуы мүмкін. Яғни адам бойындағы түрлі кемшіліктерді мінді осы жануарлар, өсімдіктердің бойына көшіріп, одан қандай да бір тәлім, тәрбие, өнеге алу мақсатында жазылады екен. Үшіншіден, адам бойындағы кемшілік мін сыналып, түйінді ой тастайды, өзінің оқырманына қандай да бір ой тастайды екен. Мінекей, мысал жанры дегеніміз осындай жанр.
Ендеше балалар, өздеріңіздің оқулықтарыңыздың 85-ші бетіндегі адамдық диқаншысы өлеңін оқып шығыңыздар. Өлеңді оқып болғаннан кейін бірінші тапсырманы орындаңыздар. Өлеңнің идеясын анықтаңдар. Бұл өлең арқылы автор не айтқысы келіп тұр? Екінші тапсырма. Мысал жанрының 3 ерекшелігін дәптерлеріңе жазыңдар.